Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын сосиски в тесте рецептімен бөлісемін. Бұл тағамды таңғы асқа, балаларға, мектепке немесе шаймен ішуге жасауға болады. Дәмі керемет, ал дайындалу өте жеңіл. Ал ендеше ыдысымызға жылы сүтті құйып, үстінен ашытқымызды салып 3 қасық қант және де жарты қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық май құйып араластырып, тағы да жақсылап араластырамыз. Еліктен жаймендеп ұнымызды өткізіп, жақсылап қамыр илейміз. Аз-аздап саламыз ұнымызды. Қолымыздың көмегімізбен қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Біріккенше осылай әдемі жұмсақ қамыр қолға жабыспайтындай болғанша әбден илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр бізде иленіп шықты. Енді ыдысымызды майлаймыз. Және де қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Енді жұмыс жасайтын тақтайымызға ұн сеуіп, көтерілген қамырымызды бөліктерге бөліп дайындаймыз. Бөлінген бөліктерді осылай шамамен 100-120 грамм бөліктерге бөлеміз. Бөліктерді домалақтап дайындап аламыз. Барлығын енді бетін жауып, шетінен алып жұмыс жасай береміз. Осындай жгут жасаймыз, бізге ыңғайлы болу үшін. Созамыз қолымыздың көмегімізбен осылай. Жгутик тәрізді қылып жасап, сосискімізді алып, шетінен осылай етіп орап шығамыз міне. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай жасап шығамыз. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін қалай жасалынатынын. Осындай жгутикті сосисканы аламыз. Ораған кезде осылай шетін жабыстырып жібереміз. Қолымыздың көмегімен шымшып жабыстырып жібереміз. Ол ашылып кетпеу үшін бізге солай жасау керек. Екі шетін солай міне. Жақынырақ көрсетем. Барлық сосискілермен осылай. Менде 10 штук шықты. Енді осы жасаған сосискілерімізді пергамент қағазы төселген противенге қойып, тізіп қойып шығамыз да 10 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Тағы да бізде көтерілу керек. Енді 10 минут өткеннен кейін жұмыртқаның сарысы мен сүт қосылған сместі кисточкамен жағып шығамыз. Бұл біздің сосискаларымыз қызарып пісу үшін. 180 градуста осындай әп-әдемі булочкаларымызды, сосискаларымызды 20-25 минутта пісіріп шығамыз. Қып-қызыл болып, дәмі үлпілдек жұмсақ болып пісіп шығады. Үйдегілеріңізге, адамдарыңызға, жақындарыңызға дайындап беруіңізге болады. Келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.